Сұрапыл соғыс жылдар еді. Мәскеу түбіндегі қанды шайқастардың бірінде Бауыржан Момышұлы бастаған дивизия қоршауда қалады. Жаудың саны 10 есе көп, техникасы басым. Тіпті тәжірибелі сарбаздардың өзі бойын үрей қалдырып, шегіну керек пе, әлде берілу керек пе деген күдікке бой алдырған сәт еді. Осындай қысылтаяң шақта батальон командирі Момышұлы жауынгерлерін жинап алдарына шықты. Оның жанарында қорқыныш емес, қаһар мен мұзды айбын тұрған еді. Сарбаздардың жасып қалған көрген ол даусын көтере саңқылдай сөйледі. Егер жау бізді жасыталамын деп ойласа қателеседі. Сендер кімнің ұрпақ екендеріңді ұмыттыңдар ма? Батыстағы ғалымдар адам маймылдан тараған деп жатады. Егер Дарвин маймылдан тараса тарай берсін, ал мен қасқырдан, көкжалдан тарағанмын. Біздің қанымызда қасқырдың тектілігі мен қайсарлығы бар. Қасқыр ешқашан қолға үйренбейді, ешқашан ешкімге бағынбайды, ал өлер шағында қыңсыламай, үнсіз жауын жұлып алып өледі. Бұл сөз суық окопта жаураған солдаттардың жүрегіне от берді. Қорқыныш зым-зия жоғалып, намыс оянды. Сарбаздар өздерін қорқақ маймыл емес, айбынды көкжалдай сезінді. Сол түні Бауыржанның тактикасымен және сарбаздардың адамдығы рухымен олар қоршауды бұзып қана қоймай, жаудың тас талқанын шығарды. Бауыржан Момышұлының бұл сөзі тек биологиялық теорияға қарсы айтылған сөз емес. Бұл ұлттық код, намыс пен тектану туралы маңызды сабақ. Қасқыр еркіндіктің, батылдық пен қайсарлықтың символы. Ұлы қолбасшы бізге қандай қиындық туса да басың дейме, құлдық санаға түспе, тектілігіңді сақта деген ғибрат қалдырды. Сондықтан кез келген қиындықта маймыл құсап құбылып, қорқақтық танытпай, көкжалша тіресу біздің қанымызда бар қасиет.